оқушылар, саудашу пәнінен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Шынықсаң шымыр боларсың, заттың сынын білдіретін сөздер». Ортақ тақырыбымыз «Денсаудың жаны сау» деп аталады. Сабақтың мақсаты жаңа білім меңгеру, сөйлемнен заттың сынын білдіретін сөздерді табу, тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту, сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Шынықсаң шымыр боласың, сауығып айдай толасың, спортты серік ете біл, жақсы азамат боласың. Халық даналығында денсаулық зор байлық деген сөз бар. Ерте заманнан бері ата-бабаларымыз денсаулыққа көңіл бөлген. Баланың дені сау, шымыр болу үшін 4-5 жастан бастап атқа мінгізген, садақ тарту, найза шаншу, күрес секілді дене шынықтыратын жаттығулармен жаттықтырған. Осының нәтижесінде бұлшық ет нығайып, бойы өсіп, кеуде кеңейіп, күші молаятындығын ертеден ақ білген. Балалар, экранға назар аударайықшы. Иә, бейне жазбадан сіздер қандай спорттық ойындарды көріп отырсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл футбол ойыны, жарайсыңдар. Балалар, ары қарай 89-шы беттегі футбол мәтінін оқимыз. Балалар футбол ойнауға жиналды. Асқар қақпашы болды. Оның иті Ақтөс қақпа жанында шоқиып отыр. Футбол ойыны қыза бастады. Бір кезде топ Асқарға қарай оқтай ұшты. Топты ұстай алмаған қақпашы жығылып жатты. Жанкүйерлердің шулаған дауысы Асқарды қатты абыржытты. Асқар орнынан тұрып, артына қарады. Ақтөс топты алдыңғы екі аяғымен ұстап қақпаға жібермей отыр екен. Қуанған Асқар да елмен қосыла айқайлады. Мен саған, сен маған сұрақтарына жауап береміз. Мәтін не туралы айтылды? Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қой. Асқардың көңіл күйін ишарамен көрсетейік, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Асқардың көңіл күйін ишарамен білдірдіңдер. Өте жақсы. Енді балалар, келесі тақырыпқа көшейік. Тақырыптағы суреттегі мазмұны бойынша диалог құрып айтуымыз керек. Енді біз диалог құрамыз, балалар. Сәлем, Асқар. Сәлем, Дияр. Әрі қарай балалар өздерін жалғастырып көріңдерші. Ал енді балалар, бәріміз экранға назар аударайық. Ай мектеп. Аға, қараңызшы, қандай көп алма терді. Иә, биыл біздің бақша ағаштары жемісті көп берді. Барлығы да алма болғанымен, түрі мен түсі сондай көп. Қызыл, жасыл, сары, үлкен, кіші, сопақ, қатты, жұмсақ. Дана, бұл сөздердің барлығы заттың сынын білдіретін сөздерге жатады. Аға, заттың сынын дейсіз бе? Ол не деген сөз? Қазір түсінесің. Мұнда қара. Мынау қандай? Қызыл. Мынау қандай? Сары. Ал мынау қандай? Жасыл. Аға, сын деген заттың түсі ме? Тек қана түс емес. Бірақ түс атауларының бәрі заттың сынын білдіретін сөздердің қатарына жатады. Енді мыналар қандай екенін айта ғой.
бәрі де жасыл. Бірақ мынау үлкен. Ал мынау кішкентай дөңгелек. Мынау болса сопақ қатты. Бірақ бәрінен де тәтті. Шырынды алма. Анау сары алма жұмсақ, бірақ қышқыл. Міне, сен қазір заттың сынын білдіретін сөздерді пайдаланып, алмаларды сипаттадың. Үлкен, кішкентай деген сөздер заттың көлемін, жалпақ, дөңгелек, сопақ деген сөздер заттың пішінін, тәтті, шырынды, қышқыл деген сөздер заттың дәмін білдіреді. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсіндім. Біз алмаларды мына жәшіктерге түсіне ғана емес, пішініне, жұмсақтығына және дәміне қарай бөліп салуымыз керек екен ғой. Қышқылын-ай. Қайталайық. Заттың сынын білдіретін сөздер. Заттың сынын білдіретін сөздер деп, заттың түсін, түрін, көлемін, дәмін, жұмсақтығын және тағы да басқа қасиеттерін білдіретін сөздерді айтады. Мысалы, мынау сопақ, қатты, бірақ тәтті, шырынды алма. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Балалар, енді ережені еске түсірейікші. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай деген сұрақтар қойылады. Жасыл ағаш, қандай ағаш? Жасыл ағаш. Салқын су, қандай су? Салқын су. Үлкен машина, қандай машина? Үлкен машина. Иә, жарайсыңдар балалар, ережені біледі екенбіз. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін 90-шы беттегі екінші жаттығуды 37-ші беттегі дәптерге жазамыз. Дәптерді мұқият, таза, көркем жазып, каллиграфияға сай талаптарды ұстаймыз. Енді балалар, келесі тапсырмадағы 3-ші жаттығу. Доптың сипатын білдіретін сөздерді табамыз. Мысалы, доп қандай доп? Жеңіл доп. Енді өздерің әрі қарай сипаттап көріңдерші. Барлығымыз бірге сипаттаймыз, бірге қосылып айтамыз. Жарайсыңдар балалар, бәрін өте керемет жақсы сипаттап беріңдер, тамаша. Сәйкестендіру. Енді балалар, келесі тапсырмамызды. Бұл тапсырмада балалар заттың сынын білдіретін сөздердің мағыналарын сәйкестендіреміз. Ащы, тәтті, қышқыл. Қай сөздермен сәйкес келеді екен? Тұз, ащы, қант, тәтті, лимон, қышқыл. Тамақтың дәмі арқылы біледі екенбіз. Демек, ащы, тұщы, қышқыл деген сөздердің дәмі деген сөзбен сәйкес келеді екен. Енді қалған тапсырманы өздерің орындайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз 4-ші жаттығу, жұмбақ шешеміз. Кішкене ғана доп, өзінде дамыл жоқ. Тақтайларға үнемі ұрғылайды маңдайын. Бар кәсібі аласа, торды қорғау әрдайым. Тордан кетсе ойнақтап, ойын шыны ойлантпақ. Иә балалар, шешу не екен? Футбол. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша жауап беріңдер. Енді балалар, бүгінгі өткен сабағымызға баспармақ арқылы кері байланыс берейік. Барлығын түсіндім, енді түсініп келемін, түсінбедім. Олай болса балалар, жарайсыңдар, тамаша. Балалар, қос сау болыңдар, сабақ аяқталды.